Қазақ-араб қатынасы жанданады. Президент Сауд Арабиясы корольдігінің инвестиция министрін қабылдады. Кездесу барысында сауда-экономикалық байланыстарды одан әрі дамытып, инвестиция тарту мәселесі талқыланды. Қасым-Жомарт Тоқаев Халид Аль-Фалихтің сапары Сауд Арабиясы корольдігінің тақ мұрагері Мұхаммед бен Сальман Аль-Саудимен телефон арқылы болған мазмұнды әңгімелесудің жалғасы екенін атап өтті. Кейін Қазақстанға 30 жылдан бері көрсетіп келе жатқан қолдау үшін Сауд Арабиясына ризашылығын білдірді. We believe that there are a lot of opportunities to push. Елдеріміз арасындағы ынтымақтастықты ілгерілету және оның мәнін тереңдете түсу үшін көптеген мүмкіндік бар екеніне сенімдіміз. Осы орайда тақ мұрагерімен телефон арқылы әңгімелесу кезінде болашақта қолға алынатын бірқатар жобаны талқыладық. Өзара іс-қимылдарымыз тереңдей түседі. Елімізге жасаған сапарыңызға ризашылығымызды білдіреміз. Сіздің қолдауыңызбен және менің әкімшілігімнің жұмыс жүргізуімен екі жақты байланыстарымызды шынайы ілгерілетеміз деп ойлаймын. They reaffirmed to me their Олар Қазақстанға одан әрі өркендеу мен игілік жолында қолдау көрсетуді жалғастыра беретіндерін нақтылады. Қазақстанның жүргізіп отырған реформалары мен Орталық Азияда көшбасшылығын, сонымен қатар 30 жыл бұрын таңдаған бірегей жолын жоғары бағалайды. Осы уақыт аралығында Қазақстан тұңғыш президенті негізін қалаған сындарлы саясат өзіңіздің парасатты басшылығыңызбен жалғасып келеді. Пандемия бауырлас елдер арасындағы байланысқа сызат түсіре алмайды. Бүгін Қазақстанға ресми сапармен келген Түркия ұлы ұлттық жиналысының төрағасы Мұстафа Шентоп Қасым-Жомарт Тоқаевтың да қабылдауында болды. Мемлекет басшысы өз сөзінде екі ел арасындағы ынтымақтастықтың болашағын жоғары бағалады. Ал Мұстафа Шентоп арнайы қабылдауға уақыт тапқан үшін Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс білдіріп, Түркия президенті Реджеп Тайип Ердоғанның сәлемін жеткізді. Әлемдік пандемияға байланысты екі ел президенттері жүзбе-жүз кездеспегенімен қарым-қатынас жоғары деңгейде екенін атап өтті. бүкіл әлемдік жағдай өте құбылмалы. Келешекте не болады, ешкім айта алмайды, ешқандай болжам жасалмайды. Шын мәнінде әлемнің болашағы құбылмалы деп айтуға болады. Дегенмен арамызда екі елдің арасындағы қарым-қатынасымыз ойдағыдай дамып келе жатыр. Өзара сенімдік, достық негізделген қарым-қатынасымыз өте жақсы дамып келе жатыр. Бұл менің әріптесім президент Ердоғанның арқасы. Жалпы Түркияның халықаралық аренадағы беделі артып келе жатыр. Бұл біздерді қуантатын өте маңызды жағдай. Сондықтан екі елдің арасындағы ынтымақтастықтың болашағы зор болады деп ешқандай күмәнім жоқ. Президент мырза, әлемдік пандемияға байланысты бетпе-бет кездесулердің біразы шектелді. Бірақ соған қарамастан екі елдің қарым-қатынасы сол баяғыдай жоғары деңгейде. Біз осы сапар барысында парламентаралық ынтымақтастықты одан әрі нығайтып, байланысымызға жаңа серпін беруді мақсат етіп отырмыз. Қараша айында біздің елде өтетін түркі кеңесі елдерінің саммитінде түркі әлемінің бірлігі мен ынтымақтастық үшін бірқатар маңызды шешім қабылданады деген үміттеміз. Өзіңізді сол саммитте күтеміз.